гүлдер сыры телехикаясының актерлерінің бұрын және қазір айдарын тыңдайық. Актерлер өзгерді ме? Олардың жеке өмірі қандай? Актерлер кино әлеміне келмей тұрып қандай еді? Олар уақыт өте қалай өзгерді деген сұрақтарға жауап алатын боламыз және қызықтар болады. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Бәріміз жақсы көретін Зейнептің рөлін сомдаған Джемре Байселден бастайық. Джемре 1999 жылы Измир қаласында дүниеге келген. Бала күнінде ол актриса болды, мүлдем армандамаған. Ол сурет салуды сүйіп, Егей университетінде бейнелеу өнері мамандығын оқыған, бірақ 15 жасында оның сұлулығын байқаған кастинг директорлары оны киноға шақырады. Бұрынғы суреттеріне қарасақ, Джемре қарапайым, арықша келген мектеп оқушысы болатын. Қазір ол Түркияның ең қымбат әрі ең сұлу топ актрисалар қатарына кіреді. Джемренің жеке өміріне келсек, үнемі назарда. Ол бұған дейін ойын соңы сериалындағы серіктесі Айтач Шашмазбен ұзақ уақыт махаббат қарым-қатынасында болған. Олар айырылысып, қайта қосылып, түрк бақтарының басты тақырыбына айналған. Енді қазіргі таңда актрисаның жүрегінің бос екенін, тек карьерасына көңіл бөліп жатқандығын айтқан еді. Актрисаның бұрынғы түрі және де қазіргі уақыттағы өзгергені. Кей деректерде ол пластикалық ота жасаған деседі. Сіз бұны білесіз бе, келісесіз бе? Ураз Кайгылароглу, Серхат, сұмдық өзгеру. Ал енді ең үлкен сенсацияға дайын болыңыздар. Серхаттың рөлін сомдаған Ураз Кайгылароглуның бұрынғы суреті көз алдыңыздан өтті. Және ол бұрынғы қазіргі айырмашылығы. Оның бұрынғы суреттерін көрсеңіз, мүлдем танымай қаласыз. Ураз 1987 жылы Стамбулда дүниеге келген. Жастық шағында ол өте қатты толық болған. Оның салмағы тіпті 140 келіге дейін жеткен. Актерлік өнерге келу үшін ол темірдей тартып, диетаның арқасында 2 жыл ішінде 64 килограммдай салмақ тастаған деседі. Бұрынғы толық жігіт және қазіргі харизматикалық стильді Серхаттың арасы жер мен көктей. Оның бұл өзгерісі миллиондаған адамға мотивация берген. Ураз 2014 жыл актриса Мелис Ишитенге үйленіп, олардың Ада есімді сүйкімді қызы дүниеге келген. Алайда 2019 жылы ерлі-зайыптылар ажырасты. Соған қарамастан олар қызы үшін әлі күнге дейін жақсы дос ретінде араласып тұрады. Қазіргі уақытта Ураз Түркияның ең танымал бойдақтарының бірі. Келесі актрисаның жеке өміріне тоқтасақ, Беррак, шын есімі Асуде Калибек, карьераның басы. Сериалдағы ерке кекшіл Берракты сомдаған Асуде Калибек 1999 жылы Стамбулда дүниеге келген. Ол өте жас әрі кино әлеміне ерте жаста келген актриса. Стамбул Босфор университетінде әдебиет мамандығын оқып жүріп, кездейсоқ кастингке өтіп кетеді. Оның бұрынғы суреттеріне қарасақ, ол джинсы мен қарапайым футболка киіп жүрген студент болатын, ал Гүлдер сыры сериалында оны нағыз бай, сәнді, макияждан көз алмайтын сұлу бикешке айналдырады. Асуде өзінің жеке өмірін әлеуметтік желілерде журналистер алдында да өте қатты жасырады. Оның жүрегін жаулаған жан бар ма, жоқ па, әзірше құпия екен. Ол тек өзін өнерге арнағысы келетінін айтқан. Келесі актеріміз Баран Белюкбаши, яғни Қадыр рөлін сомдады. Беррактың жүрегін жаулаған нағыз ер мінезді Қадырдың рөлін сомдаған бұл актер 1994 жылы дүниеге келген. Оның балалық шағынан бастап негізгі мақсаты актер емес, музыкант болу еді. Ол жас кезінде рок топтарда өлең айтып, гитара мен барабанда ойнаған. Бұрынғы ұзын шашты, бос киінген музыкант жігіт уақыт өте келе кино саласына ауысып, нағыз сериал жұлдызына айналды. Оны көрермендер бұған дейін Зимородок Ақсүйек сериалында тарих рөл арқылы жақсы таниды. Баранның да махаббат майданында жаңалықтары аз емес. Ол өзге якыспен жүрді деген ақпарат тараған. Сериалдағы қызықты әрі жанжалды жұптардың бірі Азра мен Жиханның өміріне тоқталайық. Азра шын есім Алейна Солакер, өте сәнді, сырттай қарағанда бай, бақытты әйел көрінгенмен іштей күйеуі Джиханнан ауыр психологиялық және физикалық зорлық-зомбылық көріп жүрген қасіретті кейіпкер. Ол өзінің құрсағындағы баласын аман сақтап қалу үшін үлкен күрес жүргізеді. 1996 жылы 22 желтоқсанда Стамбул қаласында дүниеге келген. Қазіргі жасы 29-да. Алейна кішкентайынан модель жұмысын атқарып және театрларда түрлі рөлдерді сомдаған. Жұлдызды сәтті ол өгей қыздар
хит сериалына түсіп үлкен әлемдік танымалдылыққа ие болған. Жеке өміріне келсек, Алейна Солакер әлі тұрмысқа шықпаған. Ол түрік бизнесмені Берк Бояджымен бірнеше жылдан бері берік махаббат қарым-қатынасында. Олар жиі бірге саяхаттап, суреттерін әлеуметтік желіге бөліседі. Азыра рөліндегі кейіпкердің күйеуі Бұлжихан, яғни шын есімі Сердар Орчин. Серхаттың, яғни Мұрат Йылдырымның ағасы Азыраның қатыгез күйеуі. Ол отбасылық бизнесті тартып алу үшін кез келген қылмысқа баратын, Азыраны құрсағындағы баласымен болса да аямайтын ең басты жағымсыз кейіпкер. 1976 жылы 21 қаңтарда Байбурт қаласында дүниеге келген, қазіргі жасы 50 жаста. Сердар Орчин Түркияның ең құрметті академиялық деңгейіндегі театр және кино актерлерінің бірі. Мүджат Гезен өнер орталығында театр мамандығын бітірген. Стамбул мемлекеттік театрында ұзақ жылдар қызмет етіп, ондаған классикалық қойылымдарда ойнаған. Танымал рөлдері Сүлеймен Сұлтан, халықаралық деңгейде сол жерде Синан Паша рөлімен жақсы таныс. Сонымен қатар Есеп айырысу деген сериалда ең үздік актер номинациясын алған. Жеке өміріне келсек, көпшілікке жария ете бермейді. Актриса Дениз Гөкче есімді ханыммен отбасы құрып, бақытты некеде бір қызы бар. Бұл сериал сізге ұнай ма? Комментарий бөлімге өз пікіріңізді қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыз.